Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Толқынның асханасы. Бүгін осындай өте дәмді балаларымның сүйікті айран қосылған ажурный блинчигін дайындадым. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен айранға жарты шай қасық соданы қосып, араластырып 2 минутқа қоямыз. Содан кейін жұмыртқаны үстіне салып, оның үстіне қантымызды қосып, берілген мөлшердегі қантты қосып, одан кейін үйде болып жатса ванилин қосқан өте жақсы болады. Бұл блиныға өте ерекше дәм береді. Айтпақшы достар, барлық қажетті заттардың мөлшері описанияда жазылады. Осылай барлығын араластырып, қажет мөлшердегі ұнды үстіне шетінен салып, араластырып, қоюлау тесто пайда болады. Содан кейін берілген мөлшердегі қайнап тұрған ыстық суымызды араластырып отыра құятын боламыз. Егер де блиныларыңыз жұп-жұқа болғанын қаласаңыз, 400 мл құюыңызға болады. Содан кейін соңынан сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырып пісіретін боламыз. Осындай сұйықтау тесто пайда болады. Ал енді пісіретін боламыз. Құйған кезде ең басында ғана табаға сұйық майымызды жағатын боламыз. Содан кейін еш қиындықсыз жабыспай табамызға өте күшті блинымыз пісетін болады. Осылай тесік-тесіктер пайда болып, ажурный болып піседі. Мен бұл рецепті көптен бері пайдаланып жүрмін. Осыған дейін сүтпен пісіретін болдым. Енді тек осылай айранмен қосып қана пісіремін. Осылай өте дәмді блинымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Егер де ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар.